Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін нағыз түріктердің семит бубликтарын жасауды көрсетемін. Сырты қытырлақ, ыстық күйінде желініп кетеді. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнымызға қант және тұзымызды араластырамыз. Кейін бөлек ыдысымызға бөлме температурасындағы суды құйып, оған олив майын және дрожжиді салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы суымызды ұнға құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Сол уақытта сироп дайындаймыз. Ол үшін балға су құйып, бір масса болғанша тез араластырамыз, бірақ ысытып қайнатпаймыз. Міне 30 минут өткен соң жұмыс столына және қолымызға май жағып қамырды түсіреміз. Қамырды мен 140 граммнан 3-ке бөлдім. Әрине кішірек немесе үлкенірек жасауға болады. Қалауыңыз бойынша бөлген соң бір басып дөңгелетіп 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді осылай ұзынша етіп созамыз, күш салмаңыздар, тез созылады. Созған соң видеодағыдай ораймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Кейін біреуін алып, балды суға, кейін кунжутқа батырып ал, формаға пергамент төсеп, май жағып семитімізді қоямыз. Кунжутты мен алдын ала 5 минутке қайта-қайта араластырып, майсыз табаға қуырып алдым. Ең соңында қызып тұрған пешке 200 градуста 15 минут пісіреміз. Асыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісемін.